Жақсы көрмекке дейді, сұлуды сымбатты, аяуын армақты, қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мәпелден ардақтан өсіріп, өз алтын қолымызбен алтын ұясына қондырғалы жатқан сұлу қызымыз, сымбатты қызымыз, баға жетпес байлығымыз, аяттай сұлу қыздарымыз, мінеке алдарыңыздан мақтағайын. Жылқыдан текті мал бар ма? Қамыздан тәтті бал бар ма? Алғаны адал жар болса, одан асқан жан бар ма? Сезімдері тат болсын, көңілдер ақ болсын, қырдағы жүрген қыдыр кеп, шаңырақтарына тап болсын деп, жастардың құрметіне махаббаттарың баянды болсын деп, бір қол соғып қойсаңыздар жарасады. Ал құдағай келіңіз. Бізден кетті, сізге жетті, қуанышыңыз құтты болсын. Ал маңлайынан сүйіңіз құдағай. Бетіне сүймеңіз, бетпақ болады, маңлайынан сүйіңіз. Маңлай жарқырап жүрсін. Ал құдеге құтты болсын. Құтты болсын. Құттықтап қойыңыздар, құттықтап. Құдағай енді қазақтың дәстүрі бойынша сырға салу рәсімімізді бастайық. Иә, сырға саламыз қызымызды. Құдай қаласа. Мінекей, жеңгелеріне көрімдік. Анасы, Толқын апай келіңіз. Сізге де көрімдік мінекей. Иықтарыңызға ақ жаулықты орамал тон болмайды жол болады дейді. Келіңіз бақтаға құттықтап қойыңыздар. Естелік суретке түсіп алсаңыздар қыз жарасады. Мінеке бір емес, екі фотоаппарат жүр, және де бір бейне бояп жүр. Қызымызды құттықтап естелік суретке түсіп қойыңыздар. Ал берме қарап жиналып тұрыңыздар. Бір естелік сурет болсын. Құрмет көрсетіп жатқандарыңызға енді әйтеуір бәріміз ырымдағанды жақсы көреміз ғой, қазақ ырымшылдық қой. Сонымен Аят келінімізге, сіздердің қыздарыңызға еңбек ері, ардақты ұстаз Аягүл Төреқызы сырға салса деп армандаушы ек. Алла тағала сол арманымызға жеткізгелі тұр. Сырға салудың жолын Аягүл әпкеме бергіміз келеді. Бәрекелді, қол соғып қояйық. Бір ауыз тілегіңіз бар шығар. Айналайын, құдағилар деп айтайық, мінекей құда болып отырмыз ғой. Жеңгелер шешіп берді. Аят жаным, қыздың бақыты барған жерінде, Алла сенің маңдайыңа жазған екен біздің саятымызды. Саят менің әрі балам, әрі оқушым, әрі інім, енді балам маған көбірек алатын. Саятты көрген сайын, келген сайын, Саят қашан үйленесің, қыз көп деп сөйтіп айтатынбыз. Бірақ Алла тағала өзі маңдайына сен жазылып тұр екенсің. Сондай тамаша әулетке бара жатсың жаным. Айналайын, жүзі жылыдан түңілме дейді, тіл көзден аман бол. Өте бір қазақтың әдемі қызы екенсің. Ата-анаңа мың алғыс, сендей қызды тәрбиелеген, әкелген. Енді мына сырға тағу рәсімі, жаным, осы жерде талай аналар тұр, үлкенді кішілі. Біздің бәріміздің жақсы қасиеттеріміз саған жұғысты болсын. Мына әйелге қандай бақыт тиісті, сол бақыттың бәрі сенің басыңда болсын.
үбірлі болып, шүбірлі болып, елді қуантып екі жақты да. Бір жағынан менің сіңлім екесің жаным. Менің жолымды берсін. Еңбекте де, өмірде де, осы мынау елге еңбек еткеніңде де, жанұяңа еңбек еткеніңде де, осы бәріміздің жолымызды берсін. Келін енесіне тартып туады дейді ғой. Сондықтан осы мына Гүлдәс деген енең болайын деп отыр. Осы анаңды бүкіл мен Қазақстан таниды десем артық емес. Бүкіл Қазақстан таниды. Сондай үлгі тұтам. Қуанып айтады. Сен осы енеңнен асып түстің. Айналайын. Құтты болсын бүгінгі насихат. Менің қолым сәтті болып, құтты болып, осы айтқанның бәрі Алланың құлағына шалынсын. Әмин. Айтқан тілек ниетіңіз қабыл болсын, айтқаныңыз айдай келсін, өміріңіз жайнай берсін дейміз. Мінекей, талай жанды білімнәрімен сусындатқан ұлағатты ұстаз, білім инемен құдық қазғандай деп, ұлағатты ұстаздығын танытып, бүгін мінекей шәкіртінің қолына қондырып отқан құсының құлағына алтын сырға салып жатқан біздің Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Аягүл төре қызына бір қол соғып қойыңыздар мінекей, ардақты ағайын. Қолыңыз жеңіл болсын. Аягүл апай, қолыңыз жеңіл болсын. Жастар бақытты болсын. Өз етегінен өздері көбейген, ел сүйсінетін жанұя, ел тамсыратын бір керемет семья болсын дейміз. Ал Аят қыз, сырған құтты болсын. Құлағына тоссын, өмірің оссын дейміз. Ат мықты, айғыр мықты жалыменен, батыр мықты байкүшті жаныменен, жеті жұртты билеген би болсам да, әркімнің адал болсын алған жарыменен дейді. Ал құттықтап дастархан басына жайғасуға рұқсат, қызымызға, аяулы апаларымыздан бата болсын дейік. Естелік суретке түсіп дастархан басына жайғасыңыздар.